Қайырлы күн, ағылшын тілі 58-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Life Events. Жаңа сөздермен және сөз тіркестермен танысу. He became an artist. Ол суретші болды. The lesson began at 9. Сабақ 9-да басталды. He had 6 wives. Оның 6 әйелі болған. The train left at 5:30 p.m. Пойыз сағат 7:30-да кетті. He wrote a letter. Ол хат жазды. He went to the bank. Ол банкке барды. He sold his pictures. Ол суреттерін сатты. He sang a blues song. Ол блюз әнін айтты. Грамматика. Past simple. Ағылшын тілінде болып кеткен іс-әрекеттер үшін қолданылады. Мысалы last year. Өткен жылы немесе 2 days ago. 2 күн бұрын. Past simple ережесі бойынша сөйлемдерді құру үшін дұрыс етістіктерге ed тіркесі қосылады. Мысалы, close етістігі close болып өзгереді. Who closed the window? Кім терезені жапты? Ал бұрыс етістіктер бұл ережеге бағынбайды. Бұлар үшін дайын кесте бар. Past simpleге сұрақтар қою ережесі. Мысалы, did you play? Сен ойнадың ба? Байқасаңыз past simple шағында сұраулы сөйлем жасау үшін did көмекші етістігін қолданамыз. Және did сөйлемнің алдыңғы жағына жазылады. Етістікке ed қосылмайды. Болымсыз сөйлем жасау үшін did етістігіне not қосылады. Мысалы, I didn't work. Exercise. Started book. Task 5. Page 83. Complete sentences 1-6 with verbs in the past simple. 1-6 сөйлемдерін өткен шақтағы етістіктермен толықтырыңыздар. Мысалы, channel clothes become popular in the 1920s. Exercise. Workbook. Task 1. Page 83. Write irregular verbs past forms. Бұрыс етістіктерді дұрыс жазыңыздар. Мысалы, leave, left. Exercise. Workbook. Quiz task. Page 83. Choose right variant. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындайсыздар. Thanks for your attention. Goodbye.